Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Жаңарқа аудандық Сәкен Сейфуллин атындағы орталықтандырған кітапхананың кітапханашысы Сатпаева Ботагөз Тоқханқызы. Мен сіздерге өзімнің сүйікті кітабымды таныстырғалы тұрмын. Биыл Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай жалпы халықтық оқуға тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына 30 кітап рухани-мәдени акциясы таңдалып отыр. Бұл туралы 2021 жылдың жыл кітаптарын таңдау бойынша бір ел бір кітап акциясы комиссиясының кезекті отырысында айтылып өтілді. 30 кітаптың ішіне Қазақстанның көрнекті ақыны Жұмекен Нәжімеденовтың «Менің Қазақстаным» кітабы еніп отыр. Бұл кітапта ақын Жұмекен Нәжімеденовның 70 жылдық мерейтойына орай таңдаулы 70 өлеңі ең алғаш рет 3 тілде иллюстрациялы альбом кітабы жарық көрді. Жұмекен Нәжімеденов Қазақстан Республикасы әнұранының мәтінінің авторы. Құрметті оқырмандар, сіздерді дарынды ақынның өлеңдері, поэмалар, хикаяларымен тереңірек сусында шығармаларын оқуға шақырамын. Жұмекен Нәжімеденов, туған жер. Туған жерің қай жерде еді жанатын? Ол жерде аспан мен күн болатын. Туған жерің қай жерде еді бір келіншек күлегеш? Қара жер деп жауап берді. Су емес. 10 жылдықты қайда оқыдың, деді бір ер. Мектепте деп оқыдым мен. Оқытқанды өзісіне ұсталады. Ауа райы қандай еді ол жердің? Жауатығын жазда жаңбыр, қыста қар, бұлттар манып жататығын биікте. Бар еді онда бұрал кейтте, кейікте, шөптің басы сыбдырлайтын жел ессе. Барлық жерде дәл осындай емес пе? Мәне, дедім, енді дұрыс ұқтыңыз. Қайда да бар ойлы жігіт, мықты қыз, отанның қай жерінде де күн мен ауа тарайды. Қай төбен аспаны да арайлы, қай төбе де туған жер деп мақтануға жарайды. Назарларыңызға рахмет.